Біздің компанияның аты Биотоник Групп деген компания. 2018 жылдан бері жұмыс істейді бұл компания. Табиғи өнімдермен табиғи өнімдерді шығарып, соны сатады. Халыққа, денсаулыққа пайдалы. Енді бізде 5 түрлі өнім бар. Бәрі мына шөптер біздің өзіміздің Қазақстандікі. Қатон-қарағай жақтары, ол жақта білесіз, экологиялық таза өңір. Ол жерде 150 түрлі шөп бар. Адамға денсаулыққа көмек беретін. Ең бірінші бізде бірінші ағза тазалау, шекті, бауырды, сосын деген бізде қан тазалайды, лимфа тазалайды, сосын орнына қалпына келтіретін 5 түрлі өнім бар бүгінгі күнге. Кейін тағы да басқа өнімдер шығады, шампунь, гель для душа деген сияқты. Сосын тағы да мынандай энергия көтеретін, рульда отыратын адамдарға арналған тағы да өнімдер болады. Енді мына бірінші өнім бізде Биотоник ПМ деп аталады. Бұл шек тазалайды деп айттым ғой. Бұның құрамына біздің қасиетті шөбіміз, біздің Қазақстанда жусан кіреді ішіне. Жусанның қасиеті адамдар негізі емшілердің қолданған, өзіміздің ата-бабаларымыз қолданған шөп. Бұл шөп адамның ауры екінші несінде тазалайды. Тек қана іш құрылысты тазаламайды, тек сыртында тазалайды адамның. Бұл 250 түрлі паразит, сосын грибоктарды шығара алады. Мен деген осы өнім туралы естіп айтты ғой, енді паразиттерді шығарады, іштегі құрттарды шығарады дегенде, мен 5 жасар немереме беріп көрдім. Сол немереме кешке бердім, таңертең әже дәретке отырамын деді. Жарайды, унитазға отырмай, мына горшокқа отыра қойшы қызым деп. Отырғыздым. Отырғанда үлкен дәретке отырды. Көп, біріншіден көп, сосын қарасам ішінде құрттар толып жүрді. Құрттар. Мен сасқаннан бірінші санай бастаппын. Сосын деген түсіндім, енді бұқтың ішіне бәрі санай алмаймын ғой, ойбай деп тоқтаттым да, енді төгсем, сосын не істеймін, келесі күні тағы бердім түнге. Таңертең қарасам, дәретке отырды, бірақ не жоқ, құрты жоқ екен, уже жақсы болып қалыпты немерем. Сөйтіп 5 күн тексердім, негізі 10 күн беру керек еді, 5 күн қарасам жоқ екен. Содан кейін сол бір шыққаннан бұнда құрттарды тірілей шығарып, парализовать етеді. Олар күш қабілетін азаяды и нетіп қалады. Өзінің жұмыртқаларын лақтырып үлгермейді, парализовать етіп қалады, действие жасай алмайды, мас болып шығады. Инулин деген зат бар құрамында. Асқазаннан бастап бүкіл шектерді айналдырып барып, жинап құрттың бәрін бұратауға шығарады. Егер біз деген аптекадан не алып, басқа дәрілерді алып келсек, ол деген уымен өліп қалса, құрттар, ол өліп бара жатырып, жұмыртқаларын лақтырып үлгереді. Кейін деген сосын ағзада олар шіли береді, например, шықса жақсы, шықпаса шіріп жатады. Амында тірілей болғасын жанталасып, шығарға тесік іздеп, сөйтіп қашады шектен құрттар. Осындай жақсы біздің өзіміздің қасиетті шөбіміз. Екінші құрамында прижма деген шөп бар. Прижма бұл деген біздің өтті айдайды, өт тазалайды. Қою өт деп айтып отырады ғой, өтті қоюланып кеткен. Бір жағынан бұл өтті айдағанның арқасында сол құрттарға да негізі біздің Алла тағала берген өзінің, как говорится, табиғи несі ғой, шек бойын нормаға әкеліп тұратын дүние, өт деген. Сол құрттарды олар да масайтып, тұла бойдан шектен шығарып тастайтын.
тағы да бұл бүйректі тазалайды, мочегонное действие. Енді тағы келесі өнім кара осины, ол как кара дуба, вяжущим средством обладает. Бұл не, біз, например, мен есімде бір рет өзім стоматит болып ауырып қалғанда, ана дәрін аламын, мына дәрін жазды, ішіп жатырмын, кетпейді. Сосын бір таныс адам болып еді, соған хабарластым, таныс дәрігер. Айттым, мен мына не істеуге болады, мынау жара кетпейді, ауырады аузым, не істеуге болады деген, сонда айтты, кара дубаны ал да ішіп шайып көр деді. Сол сияқты мына кара осины, оны шайғанда, бір шайғаннан ана жара кетіп қалды ғой, бәленбай бұршыма кетіп алмай жүрген нәрсе, ауырып жатқан. Сол сияқты мына кара осины, мына құрттар жабысып, шетке жабысып тұрып, енді құлағанда ана жара қалдырып кетеді ғой, сол жараны мына вяжущим свойством обладает, и сразу жараны жазып кетеді, емдеп кетеді. Енді мында мята перечная бар, мята деген шөп, ол спазмологическим действием обладает, да? То есть ауырған жерді, ауырғанын азайтады адамға, қатты ауырып тұрған. Кейбір адамдарда полип болады, құрттар уже сыртына не панцирь өздеріне жасап алып полип болып кетеді. Солар кеткенде олар, енді мына жағында панцирь, мына жағы уже не келіп тұр, шөптер келіп тұр, аналар жанталасқанда адамды ауыртады. Кейбір адамдарда изжога, сол қатты ауырмас үшін осы мята перечная жақсы көмектеседі. Енді ромашка деген бұл белгілі баяғы заманнан противовоспалительное, жақсы заживляющее средство. Ол осындай жақсы не. Осы құрамы өзінің сондай, біз осы нені бізге Сапар Абдуллаевич деген кісі берген, осы рецепті. Осының арқасында көп адамдар тез арада жақсы нәтиже алып жатыр, емделіп кетіп жатыр. Менде бір келіншек келді, Маргарита деген. Сол кісі бұрын деген басқа компаниялардың өнімдерін ішіп жүрген ғой, қазір енді мода ғой, ашытып водород ішкен бір жыл бойы. Енді бірақ язва шығып қойған. Сол язвасы да кетіп қалған. Значит, құрттары ма, білмеймін, несі кеткен. Әйтеуір бір айдың ішінде, бір ай келді, мен уже асқазаным ауырмай жақсы болып қалдым. Осындай біздің бірінші